Әрбір екінші инсульт қан қысымы салдарынан пайда болады. Кейде оны адамдар инсульт алмағанша біле де бермейді. Инсульт дегеніміз мидың қанмен қамтамасыз етілуінің жіті бұзылысы болып табылады. Оның екі түрі бар: ишемиялық және де геморрагиялық инсульт. Артериалды қан қысымының жоғарылауы ең басты қауіп факторы болып табылады. Гипертония салдарынан қан тамырлардың эластикалық қызметі төмендеді. Нәтижесінде қан тамырлары қатая бастайды. Инсульт алу қаупі қадағаланбайтын гипертония кезінде 4-6 есеге дейін жоғарылайды. Бұл жерде ең қауіпті моменті, кейбір адамдар өзінің қан қысымын жоғарылайтынын білмейді де. Симптомсыз жүретін гипертония кезінде адамдар гипертониялық криз, микроинсульт, инсульт алмағанша қан қысымын жоғарылайтынын білмейді. Сол үшін өзіңіздің тұрақты қан қысымыңыз қанша екенін біле жүргеніңіз абзал. Кейбір кісілер, көп кісілер өзінің рабочий давлениесінің қанша екенін білмейді де. Ол өте маңызды заттардың бірі. Оған салғырт қарауға болмайды. Қан қысымын қадағалау жай ғана сандар емес. Ол миыңыз бен өміріңіздің қорғанышы. Өз денсаулықтарыңызға салғырт қарамаңыздар. Өзіңіздің рабочий давлениеңіз қанша екенін біле жүріңіздер.